Аяқтарды алдаған әже. Мария Ивановна тоқып жатқан шұлығын қояды да, телефон трубкасын көтереді. Арғы жақтан ер адамның асығыс сөйлеген дауысы естіледі. Сіздің немереңіз жол апатына ұшырады. Кінәлі өзі, қымбат көлікті соқты. Адам шығыны бар, байғұс бала темір тордың арғы жағынан бір-ақ шыққалы тұр. Оны құтқарудың жалғыз жолы ақша төлеу керек. Қанша керек? 200 мың, дейді арғы жақтан шыққан дауыс шегелеп тұрып. Және бұл әңгімені ешкім естімеу керек. Әйтпесе немереңіз баратын жеріне анық барады. Қазір есігіңіздің алдына машина келеді, соған бересіз ақшаңызды. Үйде ақша жоқ. Қаланың арғы басындағы банкке барып алып келу керек. Сыртқа шықсаңыз ақ машина тұрады, сонымен барасыз. Ең бастысы ешкімге тіс жармаңыз. Босқа немереңіздің обалына қаласыз. Сонымен екеуі жарты қаланы шарлап айтылған банктың алдына барады. Кемпір түсіп бара жатқанда жүргізуші сұқ саусағын еріндерінің алдына барып ешкімге тіс жармау керек дегенді білдіреді. Мария Ивановна басын изейді. Жарты сағаттай уақыт өткенде қарт әже келеді де: Карточкамның пин-кодын ұмытып қалдым. Дачадағы блокнотыма бару керек, дейді жай ғана. Қаладан 30 шақырымдай жердегі саяжайына барған Мария Ивановна құр шықпай себет-себет картоп пен пиязын ала шығады. Келеді де: багажникке сал, кеттік, дейді. Шыдамы бітіп жарылайын деп отырған жігіт: банкке ме? дейді тістене. Үйге барамыз, мұнанша затпен банкте не істейміз? Жолда супермаркетке тоқтап сүтпен нан ала кетейік. Жүргізуші жігіт: 40-на шыдадым ғой, 41-не де шыдай салайын деген оймен амалының жоғынан кемпірдің айтқанына көнеді. Кемпір болса еш қысылмай, қымтырылмай жай барақат отырды. Кемпірдің үйіне қайта келгенде: Қарапаңа көмектессең қолың сынып қала ма? Мыналарды үйге алып бар, дейді. Өзі бастап үйдің 5-ші қабатына қарай көтерілді. Бопсалаушы алаяқ амалсыз ілесе береді. 5-ші қабатқа жеткенде оларды полиция қызметкерлері күтіп алады да жігітті тырп еткізбей ұстап алады. Ол сасқалақтап: немереңіздің жағдайы не болады енді, дейді кемпір. Кемпір болса: әй, менің немерем шетелде оқуда, кеше ғана сөйлестім. Сондықтан ол ешқандай жарты жылда елге келмейді. Жол апаты да болған жоқ. Өтіріктерімді бірден-ақ білгем. Онда банкке неге бардық? Пәтер мен телефонның ақысын төледім. Ал саяжайға неге бардық? Картоп пен пиязымды үйге жеткізіп алайын дедім. Болды, әңгіме бітті. Бара бер баратын жеріңе. Мен саған мышық бағып отырған жаман кемпір емеспін. Отставкадағы полиция майорымын. Жолың болсын, депті қу кемпір. Қазір айнала толы алаяқтардың дәуірі болып тұр. Сақтанып жүрсең, Құдайдың өзі сақтайды. Есімім Бекжан Базарбек, парақшаға жазыла кет.